Бүгін мен сіздерге Сомалиленд деген ел туралы айтып берем. Және оны Израиль не мақсатта мойындады? Осы сұрақтың жауабын бірге іздейік. Таяуда Сомалилендтің президенті құпия түрде Израильге барған. Сол жерде бұл елдің тәуелсіздігін мойындау туралы декларация қабылданды. Кездесуде Израиль үкімет басшысы Нетаньяху елдің арнайы қызметі Моссадтың басшысы Давид Барнеге алғыс айтқан. Бұдан аңғаратынымыз, Моссад бұл елдің басшыларымен және әкімшілік билігіндегі тұлғаларымен көп жылдан бері жұмыс істеген. Сомалиленд дегеніміз халықаралық деңгейде әлі толық танылмаған, бірақ 30 жылдан бері өзін жеке мемлекет ретінде басқарып келе жатқан аймақ. Сомалиленд Шығыс Африкада Аден шығанағы мен Баб-эль-Мандеб бұғазының дәл аузында орналасқан. Халқы суннит мұсылмандар. Бұл Қызыл теңізге кіретін қақпа. Географиясы оны аса маңызды етіп тұр. Сомали бұл елді өз аумағы деп есептегенімен, Сомалиленд де-факто 1991 жылдан бері тәуелсіз ел. 1960 жылы Британ мен италиялық сомалилер қосылған соң пайда болған Сомали федеративтік мемлекетінде көптеген араб, амхор, үнді және Еуропадан келген этностардан құралған. Соның ішінде Сомалиленд 1991 жылдан бері өз территориясын өзі бақылайды. Сонымен қатар елде бақылау жүйелері, сайлау өтеді және билік құрылымдары бар. Салыстырмалы түрде аймақтағы ең тұрақты аумақ саналады, яғни хаосқа батқан Сомалидің ішінде тұрақтылық аралы. Енді Израильдің мақсатына келдік. Негізгі себеп география мен қауіпсіздік. Сомалиленд Йемендегі хуситтерге өте жақын. Мына картадан оның Қызыл теңіздегі кеме қатынасын бақылауға мүмкіндік беретінін көруге болады. Израиль үшін Иранның проксилеріне қарсы плацдарм бола алады. Мысалы, бұл елде өз әуе күштері жоқ. Сондықтан бұл елде салынып жатқан әуе базалары кімге тиесілі дейтін болсақ, бұл әрине Израиль күштері деуге негіз бар. Енді Қызыл теңізге кіріп шығатын кемелердің қауіпсіздігін Израиль бұрынғыдай 2000 шақырымнан емес, небәрі 200 шақырымнан бақылай алады деген сөз. Алайда бұл көптеген араб елдері үшін қызыл сызық. Себебі олар колониядан қалған шекаралар бұзылмауы керек деген ұстанымда. Егер Сомалиленд мойындалса, Йемен, Судан, Ирак, Ливия сияқты елдерде де бөлінуге прецедент пайда болады. Бұл араб режимдері үшін өте қауіпті. Оның үстіне Сомали араб әлемінің бір бөлігі деп саналады. Араб лигасының мүшесі, ресми тілі араб тілі. Ал Сомали үкіметі Сомалилендті сепаратистік аймақ деп қазіргі уақытта араб елдерінен көмек сұрап отыр. Бұл туралы сіз не ойлайсыз, пікірге жаза кетіңіз.